Бәріңе сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен бірге мен ойнан өрік. Қалайсыздар достар? Достар, алдыңғы бөлімде естеріңізде болса, осы жерден аяқтаған болатынбыз. Және де біздің каналымызда көптен бері видео шықпай кетті. Сол үшін бүгін сіздерге арнап видео түсірмекшімін. Ал ендеше видеомызды жалғастырайық. Ал ендеше сіздер арнаға жазылмаған болсаңыздар, арнама жазылып, арнаға тіркеліп, лайктарыңды бас кетіңдер. Келесі бөлім қаласаңдар, комментарийға жазып кетіңіздер. Бұл бізде 40 тоқтаңыздар достар. Біз өзіміз машиналарды қаншаға қойдық көрейік. 130 мыңға Тойотаны қойыппыз, Супраны. Сосын 80 мыңға. Жақсы. 80 мыңға қойыппыз. Жоқ. Бізде 45 мыңға дейді. 42 мың дейді. Не отыр өзі. Қазір көрейік. 45 мың емес, давайте 60 мың. 60 мың алып кет, жоқ. Родной, сен қанша қалам дейсің? 44 мыңға, андышы саған 60 мың дейік, давай. Жоқ. 60 мыңға. 60 мыңға кім алып кетеді? 60 мыңға алып кетіңдер. Достар, егер де алдыңғы видеоларымды көрмеген болсаңыздар, кіріп көріп кетіңіздер, каналыма кіріп. Уже менде бір аптадан аса, уже 2 аптаға қарай видео шықпай қалыпты. 2 апта ойы. 58 мың. Жоқ, 58 мың алмайым дейді. 58 мыңға сен алып кетіңдер. Жоқ, тоқтаңдар. Toyota Supra'ны біз қаншаға қойдық? Біз Toyota Supra'ны 130 мыңға қойған екеміз. Ал ендеше бізде қанша алып кетеміз дейді. 76 мың дейді. 76 мың. Сен қанша? 72 мың дейді. Давай 100 мың алып кетіңдер. Мен өзі бұл Toyota'ны қанша қалдым екен бұл Supra'ны? Мен бұл Supra'ны қанша қалдым? Қазір көрейікші. Көремайым ба не? Жарайды, жақсы. 76 мың дейді. 100 мыңға алып кетіңдер. 100 мыңға берем, 100 мыңға бермейм әрі қарай. Ладно, онда болса 96 мың алып кетіңдер. Жоқ, 96 мың алып кет. Сен ше? Давай 96 мың алып кет сен. 74 мыңнан қайтпайым дейді. Жарайды, ендеше 95 мың дейік. Жоқ, алмайды. 95 мың. Жоқ. 95 мың алып кетті сен. Ұнаса да, ұнамаса да 95 мың алып кетті. Әлде 93 мың 500-ге алып кетесің. Жоқ. 93 мың 500. Жоқ. Мен өзі миым ашып кетті ғой. Мына Вемба, осы Вембаға келді. Бұл Вемба 8764 теңгеге қойған ба? Тоқтаңдар, бұл бағасын қоймаппын ғой, мен бірден қоя саптым. 8 мың емес, 10 мыңға. Се болды 10 мың. Жоқ. Жоқ. 10 мыңды сынайықшы. Болды, алып кетті. Негізі үстіне тағы баға қосып жіберу керек еді. 42 мың дейді. 42 мың керек емес бізде. 43 мың дейді. Давай 68 мың алып кетші. 68 мың. Жарайды, онда 65 мың алып кет. Жоқ. Бізде қазір қазір көрейікші. Қанша ақшамыз бар бізде? Бізде 278 мың теңге бар екен. Және де бүгінгі видеода біз жете аламыз ба екен? 500 мыңға. 78 мың дейді. 95 мың алып кетші. Не істеп жердім мен, ана клиенттен айырылып қалдық қой. 95 мың. 92 мың. Болды, алып кетті 92 мың. Бізде 300
370 мың бар, е. Біз бұл машинаны 80 мыңға қойдық, жаңа 68 мың дедік, ал ендеше 65 мыңға ұсынайық. 62.500. Жоқ, 62.500-ге берем. 62.500. Жоқ. Ал ендеше бізде күн батыпты, ұйықтап алайық, достар. Достар, мен вообще бұны ойнамағалы 2 даже 1 айдай болып қалды бұл ойынды ойнамағалы. Сондықтан не істерімді білмеймін, миым ашып жатыр. Сіздерге қызықсыздау болып жатса ренжімеңіздер. Так, бізде машиналар бар ма? Бізде машиналар жоқ сияқты, жабық сияқты ол. Машиналар жоқ екен, жабық. Ал ендеше біз қазір ауданға баратын боламыз, районға. Районнан барып өзімізге ең керемет мықты машиналар алып, оларды қымбатқа сататын боламыз бүгінгі видеода. Так, бүгінгі видеода бізде қазір 370 мың бар, е. Ал ендеше онда бүгін 500 мыңға жетейік. Аржағында бізде 730 мың жинау керек, е. Опа, Supra алып алайық. Supra бізге өте керемет машина. Так, 62 мың дейді. 61 мыңға. Так, жарайды, 62 мыңның өзіне бер. Болды. Осы Supra'ны өзіміз айдап аламыз, әрине. Мәсен бұл ойынды ойнамағалы көп болды. Сондықтан қазір не алып не сатарымды білмей жатырмын. Опа, бізде VMB бар екен. Әрине біз VMB-ны алып аламыз, себебі VMB бізде өте керемет машиналардың бірі. Бізде M5 қоя, бұл әлде M4 екен, әйтеуір білмеймін, соларын шатастырам. M5 секілді. 40 мыңның өзіне берсе родной. Болды. Тоқтаңдар. Біз Supra'ны жібереміз. Біз Supra'ны все жібереміз. Бізде Toyota ма, или қандай? Әйтір машиналардың маркасын білмеймін. 200-ге бер, 17.200 болды. Ал ендеше бұлардың бәрін өзіміздің жерімізге апара берсін, өзіміздің сататын маркетімізге. 24.800 дейді, 24.500-ге бер. Болды. Бәрін алып кете береміз. Және де бізде қандай машиналар бар? Бізде қазір 226 мың теңге қалыпты. Ар жақта ескі машиналар. Мына жақта қызыл машина екен ғой, мен оранжевый машинама деп ойлап қалсам. Жарайды, ендеше районда бір аралап қайтайық. Осы тауларға қарасам шабыттанған бар ғой. Бірақ картинка екені көрініп қалады, достар, қараңызшы. Бұлай негізі әдемі жасалған ойын, бірақ тауларға қарасаң картинка екені көрініп қалады, достар, қараңдар, е. Наверное, уже көрініп тұр ғой сендерге картинка екені. Так, бізде VMB. Жарайды, ендеше мына VMB-ны бір алып кетейік. Негізі көліктерді қаптатып қою керек еді бізге. Сонда бізде клиент көп болады. Ой, 6500 деп бұны 9800-ге. Мә, жаңа 98 мыңға қой жазадық қой. 10 мыңға. Болды, алып кете берсін. Жарайды, ендеше ақшамыз жеткенше райондағы барлық машинаны ала берейік ендеше өзімізге. Және де бізге үй сатып алу керек еді, негізі үй. Так, 12 мың бар. 12 мың. 11.800. Жарайды, 12 мың алып кете берейік. Алдыңғы видеолардың біреуінде бізде біздің бір подписчигіміз айтып еді комментарийда. Алдыңғы видеолардың бір комментарийінде айтып еді, көліктерді қымбатқа қой деп. Көліктер негізі қымбатқа қою керек, бірақ ол компьютерден оригиналын ойнасаң ғана қымбатқа сатылатын сияқты. Яғни біраз ақшаға түсіресің, және де
Достар, бұл меніңше оригинал деп ойламаймын, себебі бұл телефонға арналған версиясы. Көбісін қарасаңыздар, достар, телефондағысы тура солайынан ойнай алмайсың, яғни барлығы тура компьютердегі оригинал сияқты емес, бұл жай ғана бір телефонға арналған бір версиясы ғой, достар. Сол себепті мен машиналарды олайынан қымбатқа сата алмаймыз. Сол себепті соны ескертейін дегенмін. Негізі бұларды қымбатқа сатуға болады, бірақ ол үшін нормальный ақша алу керек қой. Так, 65 мыңға. 65 мың. 65 мың алып кетіңдер. GG 65 мыңға. Жарайды, 60 мыңға өткізе салайық, машинамызды ешкім алмайтын сияқты. 65 мыңға. 65 мыңға ешкім алмайтын сияқты. 60 мыңға қоя берейік машинамызды. 60 мың алып кетіңдер. 60 мың алып кетсе, онда жарайды 59 мыңға берейікші бәріне. 59 мың deyip сұна берейік. 59 мың алып кетесің бәрі адынай. 59 мың. Сен алмасаң. Мәссаған. Жарайды, осы адамға айтыр бірдеңе беріп жүрейік. 56 мыңға болса да. Жарайды, 54 мыңға бере салайықшы бұл машинаны. Меніңше бұл Subaru'мыз бізде өтпейтін сияқты. Біздің бұл Subaru'мыз өтпейтін сияқты. 54 мың. Неге алмайды мұнаның бәрі? 52 мың ал. Вот. О, Dodge Challenger. Dodge. Бұл бізге керек машина. Бұл бізге өте керемет машина. Бұл және де бұл газ машинаны аламыз. 51.300. Жарайды, 51.600-ге ала салайық. Біз бірінші Dodge'ны сататын боламыз. Dodge'ны сатамыз. Dodge. Так, бұл бізде так Dodge, я. Так, Dodge қайда? Dodge. Міне, біз бұны 51 мың алдық. Ал ендеше біз бұны 100 мыңға қойып тастайық. 100 мың дедік, е? Міне 100 мыңға қойып тастадық. Және де бізде бір қандай машинаны сатып жіберсек болады. Давайте мына Supra'ны сатып жіберейік тағы да. Оппа, қап-қара Supra ғой, достар. Дрифтовать етіп қояды. Ал ендеше дрифт... біздің машинамыз өшпей қаптаған жердегі машинамыз. Оппа. Так, бізде Toyota Supra, я Toyota Supra'мыз қайда. Так, Toyota Corolla, так, мені, опа, мені MK4 деп тұр ғой. Так, біз бұны 62 мың алдық, ал ендеше 90 мыңға қойық. 90 мыңға қойық. Жақсы. Сен Dodge'ға келіп тұрсың ғой, 58 мың. Жоқ, ранына 58 мыңға бермейін, кем дегенде 95 мыңға берем. Кем дегенде 95 мыңға берем. Жоқ. Так, сен неге келдің? Dodge'ға келдің, я? Жоқ, мен 95 мыңға беремін машинаны. 90 мыңға. 90 мың. Жоқ. Сен де Dodge'ға келдің. Онда саған 89 мыңға берейік. Жоқ. Кетіреміз бұның бәрін. Мен бұны қаншаға қойдым? Қойып едім? Мен бұны 90 мыңға қойдым, е? Шамасы, онда 90 мыңның өзін сынайық. Жарайды, онда 87 мың. 87 мың. Болды, алып кетті бізде машинамызды. 57 мың дейді. Жоқ, родной, мен кем дегенде 87 мыңға берем. 87 мыңға алсаң ал, алмасаң алма. 85 мың. Алмайды бізде ешкім. Мәссаған, достар, бүгінгі видеода 500 мыңға тағы жете алмайтын сияқтымыз. 85 мың алып кетіңдер. Жоқ, отказ береміз. Тоқтаң, достар, біз тоқтаң, так. Тоқтаң, сатпай тұрайық бұны біз. Біз бұны алайықтан моторын өшірейік. Енді сата берсек болады.
Міне 100 мыңға қойдық. Опа, гелик қойыпты. 291 мың. Давайте осы геликті алып көрейік. Мүмкін қымбатқа кетіп қалуы мүмкін ғой бұл бізде. Себебі бұл бізде гелик 91 мың дейді. 90.800. 91 мың өзіне бер, онда 24 ақ теңге түседі. Жоқ. Жарайды, 91 мыңға алайық енді, не болса да. Неғып бұлар мұна алыстан кеп тұр, жақынға келсеңдер жігіттер. 85 мың. 83 мың. 83 мың. Жоқ. 83 мыңға қоям. Одан артық бере алмайым. Жоқ. Давайте онда мынаған 80 мыңға ұсынайықшы, 80 мыңға. 80-ге ұсынайық. Жоқ. Мәссаған, ол машинаны қаншаға қойсақ болады? Опа, бізде гелик, охо, егін қара түтінді шығарып жүрді ғой, достар, көрдіңіздер ма? Салон әдемі екен, достар. Салон әдемі екен. Mercedes G63. Дұрыс қой, G63. Қазір тоқтаң. 58 мың дейді. 73 мың алып кетіңдер, онда 73 мыңға. Жоқ. Ал енді машинамыз сатайық. 91 мыңға алдық. Біз бұны 91 мыңға алдық. 180 мыңға қояқшы. 180 мыңға. 180 мыңға әдемі кетеді. Әдемі баға ғой. Жоқтан брат, не істей алмай жатсың? 58 мың ба? 73 мың алып кетті. 70 мың алып кетіндерші, Қатев. 70 мың алып кетіндерші. Әй, молодец. 180 мыңға қойдым. 120 мың дейді. Онда 150 мың алып кетті, раднай. 150 мыңға. 150 мыңға сен де бұндай мәшінен таппайсың. Мен қанша қой жүрдім өзі? 145 мың дейікші онда. 145 мың, я? 122-ке бермеймін мен. 122-ден жоғары бер. 124 дейді. 124. Так, 145 мың. Болды. Алып кетті, болды. Бізде қандай мәшіне келеді? Бұған сразу отказ береміз. Так, ендеше мұна ВМП-мызды біз өткізейік. Бізде қанша ақша бар екен? Бізде Так. Опа, деп дрифтовать етеміз ғой, достар, көрдіңіздер ма? Дрифтовать етеміз ғой. Өшті ғой, машина. Қараңғы батып кетті. Жоқ. Бізге ендеше тағы да ұйықтап аламыз. Райондағы машиналар менің ойымша өтпейтін сияқты. Қай бағаға алдық, сол бағаға қайтадан сату керек сияқты. Бізде 415 мың бар екен. Енді біз қазір қымбат машинадан бір 2-3 сатып жіберетін болсақ, біз байып 500 мыңға жететін боламыз. Так, сен ВМ-ны, давай сен ВМ-ны. Так, E36 емес біз. Так, F30. 40 мыңға алдық. Біз бұны 90 мыңға қояқ, потом түсіріп алады ғой, бұны не дегенмен. Түсіріп алатындар бар. Біз ар жақта қазір машина сататын жерге барып келейік. Достар, сіздер арнаға тіркеліп лайктарыңды басып отырыңдар. Осындай қызықты видеоларды әлде шығаратын боламын. Менің видео шығармағаныма 2 аптадай болыпты. Сол себепті мен видео түсіріп отырмын сіздерге арнап. Достар, бірден осы мәшіне түсті ғой көзіме. Бізде 415 мың бар. Мәсән, миллион ұсынып тұр ғой. 2 миллион ба, 20 миллион ба, бірден ұсынып тұр. 152 мың дейді. 152 мың 100-ге бер. Болды, достар, 150. Мені, достар, осы жердегі қымбат машиналарды алып сататын болсақ, бізде машиналарымыз, мысалы, 150 мың алсақ, мысалы, оларды 300 мыңға дейін сатамыз бізде. Ал ана недегі машиналарымызды біз сата алмаймыз, неге екен білмеймін. 147 мың дейді.
147 мың. Так, 140. Тоқта, 147 мың өзіне бер. 147 мың дұрыс қой, ә? Бізде әлі 116 мың теңге бар. Бізде әлі 116 мың бар. Сен қаншаға бересің? Тоқтаң достар, бізге ерекше машина алу керек қой. Ерекше машина 73 мың дейді. 73 мыңның өзіне бересің бе? Болды достар, осыны айдап кетеміз кәз. Осыны айдап кетеміз. Ал жігіттер, сау болыңдар. Саудаларың жүре берсін. Менің саудам вообще мықты болып дамып кетсін. Тілек қойыңдар. Так, бірден осы машинаны негізі бізге ВМБ-ға жиналып қалды, біраз машина. Так, жігіттер қанша қаласыңдар? 90 мыңға қойдым мен бұны. Давайте 78 мың алып кететіндер бар ма? 78 мыңға жоқ. 78 мың алып кетіндер. Жоқ. 78 мың алып кетсеңдер. Давайте онда 73 мыңға қояйық. Жоқ. 73 мың алып кетесің ба? Мәсән, біздің машиналарымыз өтпейді ғой, мүлдем. 95 мың қойып жүріп, біз 65 мың қояйық. Жарайды, 65 мың алып кетті енді. Қайтеміз. Мен қай машинаны сатайын дедім жаңа. Давайте мына машина осы BMW E36-ны сат жіберейік бірден. Осы 36-ны сразу сат жіберейік достар. Бізде қанша ақша бар екен білейін достар. Біз минусқа кіріп кеттік қазір ғана. Бізде 100 мың теңге қалды. 500 мыңға осы видеода жетпейтін секілдіміз. Келесі видеода бірақ жететін сияқтымыз ғой. 18 мың. Жоқ, давайте 25 мыңға қойықшы. 25 мыңға осылай минустарымызды қайтадан қайтарып алайық өзімізге. Бізде Audi RS алыппыз. Audi RS. Осы Audi RS-мізді сатып. Чо за Mercedes. Так, 320 мың дейді. Жоқ, радной, мен ондай аламайым. Мен ондай ақша жоқ менде қазір. Мен қазір өзім минуста тұрмын. Audi RS-мізді айдап кіріп ал. Осыны бас жібере берем, қайта бар ғой. Так, Enter деген шығады. Сосын біз бұны артқа жүреміз. Жоқ, алға жүрейік. Мына VMB-ны мұжып тастадық қой кәдімгідей. Audi-міз VMB-ны мұжып тастады. Негізі көліктер найға жинақы ретімен тұру керек қой. Ал бұл ойында бізде машиналар төңкеріп жолдың үстіне қалай осылай кете береді тастап. Осы Audi жарайды, осы VMB-міз сатылсын. Сол VMB сатылғаннан кейін видеомызды аяқтайтын боламыз. 18 мың. Жоқ. 15 мың алып кетіңдер жеге. 15 мыңға. Жоқ. Сен бірдеңе қып ал енді. 15 мыңға родной. 15 мыңға ал. 13 мың алшы хотя. 13 мың 500. Болды, алды. Ал ендеше достар, бүгін сіздермен бірге болған мен ойнан өрек.